Ассалаумағалейкум достар. Мына Рамазандағы үш адамның екіншісі сайлаған адамымыз келді бүгін. Әзір сеанстан алдын пікірлерін естеміз. Бұл сапарда жас баланы сайладық. Бұған себеп алдыңғы айтқанымыздай келешегін дұрыс, жақсы құрып кете қойсын деген ниетте сол жас балаларды сайлап жатырмыз. Қандай мәселелер бойынша келдіңіз? Мен сол қорқыныш мәселесі бойынша келдім. Сол әмме заттан қорқу күшлі. Сол адам бар жерге барғым келмейді, сол қорқу себеплі. Көпшіліктен қашып бір өзім жүргім келеді, сол қорқу себеплі бәрі. Сол қорқу келсе өзімді жоғайтып қоямын, сол басқара алмай қаламын өзімді. Кейін сол сөз ешкімге сөйлей алмаймын, сол қорқу себеплі. Маған сол не қылмасын деп, тиіспесін деп, қорықпай жүрсем болды деп. Қандай болады сонда қорқу болғанда? Қорқу болғанда сол жүрегім ойнап, сол жаңа дем қыса береді да. Дем қысып, халым қаша береді, тер басып. Сол себеплі сондай ғой, білмеймін әйтеуір. Сөйлей алмаймын ama көпшілікте. Сөйлей алмаймын сол. Адамның көзіне де тік қарап тұра алмаймын көп. Неше жылдай болып қалды сол жағдайға? 9 жылдай болды. 9-10 жыл болды. Қорқулар. Және қандай мәселелер бар? Және Мünәсәбәтләрдә, характерде. Ешкіммен келісе алмаймын. Мені түсінбей ма, я олардың несі басқа ма, көз қарасы білмеймін. Сол ешкіммен онша шығыса алмаймын. Характерде қандай? Характерім тек сол басылып жүремін, бұғаны көпшіліктен қашып. Соған сондай ғой. Қандай, мәселе, өзіңізді айыплайсыз ба? Өзімде сол айыплау күшлі. Өзімді төмен қоямын әмме нәрседен. Өзім теңгі адамнан төмен көремін да. Менен алдылау. Сондай да, тек менен алды деп ойлаймын әммен. Алдыға қарай мен мысалға болатын шығар, енді жылыстам менен білмеймін, әйтеуір сол ең төмен көремін ғой адамның ішінде. Неге мен мұндаймын деп сол айыплау күшлі. Біздерді қанша уақыттан бері күзетесіз? Сізді осы жаздан бері күзетемін. Апрельде Инстаграмда шығып қалды алдымнан бір видеоңыз. Қызығы өзіне тартты да, маған ішімдегі нені айтқандай болды да. Соған қызығып, әме видеоңызды көріп шықтым да. Кейін сізге сөйтіп күзететін болдым сізді постоянно. Алдынан бір-екі мәрте жазып едіңіз, кеше сауалнамада да тап барсам қорқуынан құтылып қалатындай болып түйіледі. Сол жаңағы нелеріңізді көрсем, мендегі нәрсені айтып тұрғандай да. Адамдарыңызды көремін ғой. Қуанып кетемін да, солар расынан не қылдым екен деп. Арқайластым екен деп. Сөйлеп отырған адамдарыңыз өзі қуанып отырғанға тап мен шығып кеткендей боламын да. Сол нелер. Қандай өзгеремін деп ойлайсыз ба? Сол. Сізбен бір сөйлессем болды, өзгеріп кететіндей болып түйіле береді да. Не заттарды өзгерткіңіз келеді? Қорқуымды өзгерткім келеді. Сол өмірде өзім болып жасағым келеді, арқайын көпшілікте барсам менді қорқу керек емес шығар ол жерде. Арқайын болсам болатын шығар. Арқайын сүргім келеді де, жасағым келеді менің. Сөздерімді айтқым келеді. Біздерге сеніп келдің бе? Сеніп келдім. Ықыласым бір нүйен ішім тартып келді осыяға. Өзгеруге дайынсың ба? Дайынмын. Сонда иншалла сеансларды бастаймыз. Сеанстан кейін және бір қараймыз. Пікірлерді естеміз.
Okey. Dostlar, hozir seansimiz tausıldı. Ikkinchi qatnashuvchimizdan seansdan keyingi fikrlarini eshitamiz. Qanday sezmoqsiz? Жақсы, жеңіл. Aha. Тек қуанып отқан әзір болған. Басқа нәрсе келіп тұрған жоқ, қуаныштан басқа әзір. Aha. Жеңіл болып, әзір таза туылғандай болыппын. Aha. Заттан қорқу бар. Қорқу жоқ әзір. Aha. Ештеңе ойландырмайды әзір мені. Aha. Qanday jumoq bo'ladir? Жұмағым тек әзір әлдеге қарай жүру болып тұрды. Aha. Алдын айтып жүреді менің. Алдын қашып жүретін менің көпшілікке. Aha. Барғым келмей. Aha. Әзір ондай емес. Mhm. Қайта әзір тек көпшілікке араласқым келіп тұрды болған. Aha. Сөйлегім келіп тұрды, тоқтамай. Aha. Өзіңе сенім қандай, Самат сен? Сенім жақсы әзір. Mhm. Күшлі болып тұрды. Aha. Өзің не затты айтылайсың? Әзір әр нәрседе өзім сынап көргім келіп тұрды, мынандай өзім қорқатын нәрселерге барғым келіп тұрды да. Mhm. Енді өзіңді айыпламайсың ба? Иә. Айыпламаймын әзір. Mhm. Қалай бірден өзгеріп қалдың? Білмеймін сол әзір. Өзгеріп қалдым болса. Бағана басқа адам еді, келген кезде зорға жаңағы ішімдегі затларды айтуға да бір неғып ойланып отырып едім, сол қорқынышымды шығарғым келмей зорға шығарып. Әзір ондай емес. Алдын сондай сен алдын жағдайын ұқсап жүретін адам көп та. Сол сезімдерін айт, сол аз көріп отқан адам өзінде сол затты сезінеді да. Қайтып жүреді менің алды қорқу болғанда қандай болады? Аллары көшеге шығалмайтын едім алдымен. Көпшіліктен қашып, сол сөйлейтін сөзімді орнын таба алмай бір орынсыз сөз айтып қойып, айтсам сол жаңағы адам бар жерден қашып өзімді алып қашып жүретін едім да. Сол маған біреу бірдеңе демесе болды деп. Ондай болмайды екен да. Қорқу болған кезде қысылып, дем жетіспей. Сол әзір, білмеймін, сол әзір жоқ та. Соған айран болып оттым мен. Сол әзір мысалы қорқынышымды айтсам, сол жаңағы дәру жүрегім дүпірлеп, дем қысып дәру білдіріп бастайтын еді да. Қорқынышымды айтқанның өзіне. Жүрегіңді күлмейді? Әзір жоқ, білмеймін сол. Арқайын сөйлеп отпам. Келің, мен өзі Рамазан деп жазған кезде өзі нені толтырған кезде қуанып толтырған адам едім да. Сол қуан. Шығып кететін анықтай сездім да өзімне. Жаңа Рамазан айында 3 адам сайлаймыз дегеніңізге, мен одан алып оны білмеймін, қашан енді келемен деп жүрмін да бұндай. Мен қашан келіп енді өзімді тауып аламан деп та. Оған дейін біраз уақыт өтіп кетсе өзім оқиман деп. Қашан уақыт ажырата аламан деп жүретін едім бұған. Құдай тағалам не қылған екен? Қуанып кеттім өзім. Өзі Аллах тағаланың несі бергені. Нәтижелерін бәрі Аллахтан. Окей. Сол алдыңғы саған өзіңе ұқсап жүретін адамға не жетесің? Кесін сізге. Ондай ойланып, екіленіп жүре беру болмайды. Тек бір өзің көп жасау ма, қандай бір өзің көп тұлғаннан кейін өзің көп өсесің ғой, басқа адам көп өспейсің ғой. Сондайды өсе беру керек екен да. Қорқыныш ойлантырып жаңа алып қашып жүреді ғой. Ол болмайды ғой. Ол болмайды. Келешекті қайтып жүресің? Келешекті алдыға қарай жүремін, енді Құдай қаласа. Тек алдыға. Ойланып отырмаймын ештеңе. Миыңа шегелеп тұрған сәт жоқ? Қазір ондай ойландырып зат жоқ ондай миымда. Окей. Қандай иләжі бар менің? Иләжі бар. Келің. Ондай барсам бекен, бармасам бекен. Мен өзім көргеннен келуге асықтым өзім, сіздің видеоңызды көріп қойғаннан. Осы жерге келемін дегенше асығып жүрдім.
Осы ораза айына тура келген екен, солай қуанып отырмын мен. Қуанышлы болып. Окей. Енді себептерін бәрін көрдің. Енді Құдайға шүкір құтылдың бәрінен. Окей. Енді мына көріп отқан адамдарға да пайдалы болсын, түсінікті болсын деп айтып кетейік. Әзіна сол балалардағы көпшілік қорқулар себеплер көп енді. Бірақ көбінше ата-анасының ұрысқанына да тәсірленеді. Әзір көріп отқан адамлар балаларыңыздың көзінше, балалар кішкентай ғой деп көзінше ұрыса береді әмме. Солар сіздердің балаларыңыздың келешегін тосады ма? Балаларыңыздағы қорқулар бәрі сол сіздердің тәсіріңіз. Ертең балаларыңыз үлкейеді, қолына бір зат келмей жатса, қолына есет келмейді ғой деп өздеріңіз бақырасыз. Сол қолына есет келмейді ғой сол өздеріңіз соны шығарып жатсыз да. Балаларыңыз көзінше ұрыссаңыз, оларға бақырсаңыз, ұрсаңыз, келешегін кесіп отқан боласыз. Сөйтіп және айтып отырасыз, маңлайына жазылмаған, оған бермейді. Аллах тағала әмме зат беріп қойды. Шекілеп отқан сол өздеріңіз сол балаларыңызды. Соның үшін сол баланың өмірінен көрдіңіз, әзір алдын қандай, әзір қандай. Мидағы шекілеу кетті, болды, басады. Қорқатын адамлар, сол балаларыңыз қорқытқан болсаңыз, ертең есет қыла алмайды. Жұмыс істесе де кездестіре алмайды, бизнес дейін десе де кездестіре алмайды. Іштегі қорқу ұстап тұрады мида, шекілеулер. Әзір үлкен адамдарым сондай 40 жас, 50 жас, 70 жасқа шейін сол бұрынғы детский травмалармен қорқып тәсірленіп жүреді. Көріп отқан адамларға сабақ болсын, түсінік болсын деп айтып жатпыз. Балаларының көзінше ұрса беретұғын ата-аналар болса, балаларını бақырып ұра беретін ата-аналар болса, солардың бәріне сол видеоны жіберіп қойын, көріп түсінсін балаларының келешегін қалай құртып жатқандарын. Окей. Сол айтқым келген сол еді. Енді өзің не айтқың келеді? Ондай жаңа қорқынышты жоғайту керек. Мысалға мен жаңа кеме бұрын басқа адам мен. Сол жаңағы кеме бұрын сол қашып болса, қашып жүрген адам едім да. Қазір ондай емес. Қазір ондай сол мен бе деп неғып тұрпан да, қашып жүрген мен бе деп ойлап тұрпан әзір. Өзіңе сенбейсің. Қашып жүрген мен бе деп ойлап тұрпан әзір. Көпшіліктен қашып жүрген. Енді әрекеттерің қандай болады? Әрекеттерім жақсы болады енді. Өзіңе сеніп арқай жүресің? Сеніп арқайым жүремін. Алдын қалеген затларынан істей алмай ма дейін енді? Әзір? Енді істеп көремін бәрін. Істейсің бәрін? Тармай істеп жүрмейсің бе? Істеймін бәрін. Бәрін істеп көремін енді. Келін айта жағым. Өзіңізді тауып осы жерден кетің. Осы жерден өзіңізді тауып шығып кетің. Құдай қаласа. Қайырлы болсын. Рахмет сізге де.